енді 2025 жыл жаман жыл болған жоқ деп ойлаймыз, Құда қаласа. 2026 жылда барлығы табысты жыл болсын, берекелі жыл болсын. Барлықтарыңызға денсаулық, отбасыларға амандық тілеймін. Мынау енді күн Мақтар аудандық мәслихат тұрақты комиссияларының бірлескен мәжілісіне аудандық мәслихат депутаттары, дербес бөлім басшылары, құрылғылардың негізінен қатысып отыр. Құрметті депутаттар, мәжілістің күн тәртібінде мына мәселелер ұсынылып отыр. Бірінші, Мақтар ауданының 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы. Мақтар ауданының 2026-2028 жылдарға арналған кенттер мен ауыл округтерінің бюджет туралы. Үшінші, Мақтар аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы нөмір 24-139-8 шешімдерін өзгерістерін енгізу туралы. Төртінші, Мақтар ауданының мәдениет және тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлім басшысының атқарған жұмыстарының есебі туралы. Бесінші, Қалыбеков ауылдық округ әкімінің өзіне жүктелген міндеттері мен қызметтері іске асыру жөніндегі есебі туралы. Алтыншы, Достық ауылдық округ әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттері іске асыру жөніндегі есебі туралы. Жетінші, Жолдыбай Нұрлыбаев ауылдық округ әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы. Сегізінші, Мақтар аудандық мәслихат төрағасының және тұрақты комиссияларының 2025 жылғы қызметтері туралы есебі. Тоғызыншы, Мақтар аудандық мәслихатының 2026 жылға арналған спецификалық жұмыс жоспарын бекіту туралы. Оныншы, Мақтар аудандық мәслихат және оның аппаратының 2026 жылға қызметін қамтамасыз ету шығындарының сметасы туралы. 11-ші, Мақтар аудандық мәслихат тұрақты комиссияларының 2025 жылға спецификалық жұмыс жоспарын бекіту туралы. Мәжілісте мынандай жұмыс тәртібі ұсынылады. Баяндамашыға 10 минут, сөйлеушілерге 5 минут, анықталған жұмыс тәртібі бойынша қандай ұсыныстарыңыз бар? Болмаса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс жоқ. Құрметті депутаттар, енді күн тәртібіндегі мәселені қарауға көшеміз. Бірінші және екінші мәселе бойынша баяндамашы Мақтар ауданы экономика және қаржы бөлім басшысы Шалқар Абен. Үш мәселе бойынша. Үш мәселе бойынша. Саламатсыздар, құрметті комиссия төрағасы, құрметті сессияға шақырылушы депутаттар. Бүгінгі күнге қарастырылған өзгерістер, бүгінгі күн тәртібіндегі бірінші мәселе Мақтар ауданының 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы. Түркістан облыстық мәслихатының 25 жылғы 15 желтоқсандағы облыстық бюджет және аудандық бюджеттерінің арасындағы 26-28 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы 20-299-8 шешіміне сәйкес облыстық бюджеттен аудандық бюджетке 3,98,842 теңге субвенция берілді. Және аталған күнгі шешімге сәйкес реттелетін салықтар мен ресми трансферттер кредиттер сомасы ескеріліп, жалпы аудандық бюджетке 8,601,388,000 теңге жергілікті бюджет есебінен келесі бағыттарға бағытталып ұсынылды. Оның ішінде жергілікті кіріс көздері 5,5 миллион. Жалпы 8,601,388,000 теңге келесі бағыттарға бағытталды. Мақтар аудандық мәслихаты аппаратына жалпы 71,2 миллион теңге, оның ішінде 57 миллион теңге еңбек ақылы, қалған 13,8 миллион теңге мекеме ұстау шығыстарында. Аудан әкімі аппаратына 562 миллион 226 мың теңге. Оның ішінде аппараттың шығыстары 303 миллион 387 мың теңге болса, еңбек ақылына 109 миллион теңге. Және күрделі шығыстарға 12,9 миллион теңге бағытталуда. Одан бөлек жалпыға бірдей әскери міндетті атқару
жұмыстарына военкоматқа жалпы 60 миллион 939 мың теңге. Оның ішінде еңбекақы қоры 32 миллион теңге бағытталды. Ауданның төтенше жағдайлардың алдын алу және жою мақсатында іс-шараларға облыс бюджетінің тапсырмасына сәйкес 100 миллион теңге резерв қойылды. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жалпы 2 миллиард 662 миллион 688 мың теңге бағытталды. Оның ішінде ақпараттың түп ұстау шығыстары 121 миллион 402 мың теңге. Оның ішінде айлық жалақы қоры 100 миллион теңге, мекеменің ұстау шығыстарына 11 миллион теңге, райсоветтің ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарын бастауға 10 миллион теңге бағытталды. Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім, медицина, мәдениет, әлеуметтік сала қызметкерлеріне бір реттік жәрдемақы беруге 45 миллион 845 мың теңге. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге 792 миллион 190 мың теңге. Тұрғын үйге көмек көрсетуге 7 миллион 471 мың теңге. Және жергілікті органның шешімі бойынша мұқтаж азаматтарға жәрдемақы төлеуге 372-де 5 миллион теңге бағытталуда. Оның ішінде 25 миллион теңге әлеуметтік такси қызметіне, 70 миллион теңге зейнеткерлерге санаторлық қызмет көрсетуге емделуге және ауданымызда көрсетілген түрлі осал топтағы мүгедектерге бір реттік жәрдемақы беруге 277 миллион 106 мың теңге бағытталды. Келесі, үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды оқытуға 11-де 4 миллион теңге. 17-ші бағдарламаға сәйкес мүгедектігі бар адамдарды қолдауға жалпы сипаттағы трансферттер есебінен 738 миллион теңге, міндетті гигиеналық құралдар сатып алуға 337-де 8 миллион теңге, ұмдалып маманның қызметіне 19-да 8 миллион теңге, оңалту қызметіне 14 миллион теңге, техникалық құралдарға 12-де 8 миллион теңге бағытталып отырса, жергілікті өзіміздің жергілікті бюджет есебінен гигиеналық құралдарды қамтамасыз етуге 150 миллион теңге, протездік ортопедиялық бұйымдарға 10 миллион теңге, бірінші топтағы азаматтарға жеке көмекшілерге 301-де 6 миллион теңге, ымдау білім мамандарына 69 миллион 236 мың теңге бағытталуда. Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеуге және пробация қызметіне браслет сатып алуға 10 миллион теңге. Инватакси қызметіне 30 миллион теңге бағытталуда. Аталған бөлімге қарасты мейірім шапағат күндіз болу орталығы мекемесіне жалпы 575-те 1 миллион теңге бағытталды. Оның ішінде 541 миллион теңге еңбекақы қорына бағытталса, мекеменің ұстау шығыстарына 33 миллион теңге бағытталды. Замандастар және кең қоғам коммуналдық мекемесіне 152-де 6 миллион теңге, оның ішінде еңбекақы қорына 106 миллион теңге бағытталды. Демеу отбасын қолдау орталығы коммуналдық мекемесіне жалпы 76-да 6 миллион теңге. Оның ішінде еңбекақы қоры 58-де 2 миллион теңге. Өткен жылы, биыл 25 жылы облыстық бюджеттен ауданымызға берілген Атакент кентіндегі мүгедек балаларды оңалту орталығы мекемесіне жалпы 175-те 9 миллион теңге қаржыланды. Оның ішінде еңбекақы қоры 106 миллион теңге. Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінде жалпы 61-де 5 миллион теңге, оның ішінде еңбекақы қоры 42-де 3 миллион теңге, қалған мекеменің ұстау шығыстары және алтын күз мерекесін ұйымдастыруға 5 миллион теңге. Ішкі саясат бөлімінде мекеменің жалпы аппаратын ұстауға 173 миллион теңге, оның ішінде еңбекақы қорына 106 миллион теңге бағытталуда. Ол жерде өткізілетін түрлі іс-шараларға, әлеуметтік тапсырыс негізінде іс-шаралар өткізуге 3-те 7 миллион теңге, діни іс-шаралар ұйымдастыруға 3-те 7 миллион теңге, қоғамдық қатынастарды қолдау бойынша кеңес беру қызметіне 1-де 2 миллион теңге, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында іс-шараларға 1-де 8 миллион теңге бағытталды. Ағымдағы шығыстарына ұйымдастыру техникаларын жөндеуге
автокөлікті жөндеуге және аудан бойынша билборд шығаруды бір жерден орталықтандыруда соның ішкі саясат бөліміне 10 миллион теңге қойылды. Одан бөлек бұқаралық ақпарат қызметтеріне жалпы 100 миллион теңге. Оның ішінде жергілікті телеарна арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыруға 36 миллион теңге, интернет ресурстары арқылы саясатты жүргізуге 20 миллион теңге, облыстық телеарна арқылы саясатты жүргізуге 6 миллион теңге, жергілікті газетке 28 миллион теңге, облыс аумағында таратылатын баспасөз құралдарына 10 миллион теңге бағытталды. Ішкі саясат бөліміне қарасты жастар ресурстық орталығына жалпы 88-де 8 миллион теңге, оның ішінде 70 миллион теңге, еңбек қорына 8 миллион теңге жастар арасында іс-шаралар ұйымдастыруға бағытталды. Келесі мәдениеттілерді дамыту және дене шынықтыру бөлімдері 556-да 7 миллион теңге бағытталды. Оның ішінде аппаратына 40-та 9 миллион теңге, жалпы 556 оның ішінде еңбек қорына 29-да 1 миллион теңге. Бөлімнің қызметкерлеріне бағытталды. Одан бөлек мәдениет үйінің Атакент кентіндегі мәдениет үйінің акт салын ағымдағы жөндеу жұмыстарына 37 миллион 665 мың теңге. Мәдениет үйіне Атакенттегі акт салын жарықтандырып ішін ретке келтіруге. Келесі осы мәдениет үйінде мәдени іс-шаралар, облыстық және аудандық іс-шаралар ұйымдастыруға 20 миллион теңге жоспарланса, мемлекеттік және мерекелік даталарды ұйымдастыруға 10 миллион теңге, жалпы 30 миллион теңге қаржы бағытталуда. Спорт бөлімінде аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізуге 5 миллион теңге, және аудандық спортшылардың облыстық жарыстарға қатысуына 10 миллион теңге бағытталуда. Мәдениет үйінің спортта 5 миллион үлкен ауданға төгеміз ғой. Оны дұрыстап қараса, 5 миллион түкке жарамай болса. Жылын алдағы сессияларда қоса көрді ма? алдағы сессияда қосамыз, одан кейін бұл қадегі тек бөлімдікі қазір. Бастай берек дейсің. Мәдениет үйіне жалпы 505 миллион, оның ішінде 393 миллион теңге еңбек қорына бағытталды. Тілдерді дамыту және өңдеу орталығына жалпы 26-да 2 миллион теңге. Орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне 244-те 6 миллион теңге, оның ішінде еңбек қоры 226 миллион теңге. Мырзакент спорт клубы жалпы 233 миллион теңге, оның ішінде еңбек қоры 198 миллион теңге болса, жаңа сіз айтқандай іс-шараларға 20 миллион теңгесі бар. Бұл жаңа спорт бөлімінен бөлек та. Жаңа спорт клубынікі. Келесі экономика және қаржы бөліміне жалпы 996-да 7 миллион теңге. Оның ішінде бөлім аппаратына 134 миллион теңге, еңбек қорына 83 миллион теңге, мекеменің күтіп ұстау шығыстарына 51 миллион теңге. Жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 129-да 8 миллион теңге. Келесі дипломмен алуға аясында 300 маманға бір реттік көтерме жәрдемақы төлеуге және банк қызметіне 230-да 7 миллион теңге. Келесі субвенциялар жалпы ауыл округтерге жетіспейтін қаржыларына субвенция ретінде 278-де 6 миллион теңге бағытталып отырса, трансферттер есебінен 215-те 8 миллион теңге бағытталуда. Жер қатынастары бөліміне 41-де 1 миллион теңге, оның ішінде еңбек қоры 30 миллион теңге. Сәулет және қала құрылысы бөліміне жалпы 46-да 3 миллион теңге, оның ішінде еңбек қорына 36-да 9 миллион теңге қаржы бағытталуда. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне жалпы 1 миллиард 393 миллион 789 мың теңге келесі шығыстарға бағытталуда, оның ішінде бөлім аппаратына 72 миллион теңге. Өзге де шығыстар жалпы жолдардың орта жөндеуге бізде қажеттілік 1,6 миллиард теңге болса, біз оның 716 миллион теңгесін қойып жатырмыз. Тізімі алдарыңызға ұсынылған көшелермен.
келесі үй алымдары бойынша тиісті жол белгілерін белгілер орнатуға 40 миллион теңге, ұлттық сапа орталығымен келісімшарт түзуге 10 миллион теңге, Мырзакент Атакент маршрутын субсидиялауға 42 миллион теңге. Жаңа жол ауыл округы Достық елді мекенінің тас төсеу жұмыстарына қаржы 23,3 миллион теңге. Аудан бойынша елді мекендерде көше жарығын ұстауға яғни коммуналдық төлемдерге 150 миллион теңге. Бескеттік елді мекенінде мектепке дейінгі автомобиль жолына жарықтандыру жұмыстарын бастау үшін 10 миллион теңге, Ержан ауыл округы Алаш елді мекенінде мектепке дейінгі аудандық маңызы бар жолды жарықтандыру жұмыстарын бастауға 10 миллион теңге. Абаттандыру бойынша Мырзакент кентіндегі К13-5 каналы бойын абаттандыруға қаржы 4,7 миллион теңге бағытталды. Одан бөлек Мақтажан елді мекенінің аумағында жаңадан қосылған үйлерге газ, ауыз су жұмыстарын жүргізуге 35 миллион теңге. Еркінабад елді мекеніндегі ауыз су ұңғымасын бұрғылау үшін қаржы 23,4 миллион теңге. Қазтрансгаз аймақ мекемесіне автоматты газ тарату жүйелерін қосу үшін 84 миллион теңге. Мырзакент кент аумағында кітей салу жұмыстарын әзірлеу жұмыстарын аяқтау үшін 23,2 миллион теңге. Мемлекеттік актілерге 20 миллион теңге, полигонды жабу және тарифтерді қайта есептеу үшін 7 миллион теңге, коммуналдық үйлерге және 24-ші үйге ағымдағы жөндеу мен газға қосу үшін 50 миллион теңге, Өркениет елді мекенінде нөмір 2-ші жатақхана ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 60 миллион теңге және ол жерде спорт ойын алаңшаларын салу жұмыстарына қарастырылған. 70 гектар аумағында КНС және қос ағымдағы жұмыстарын жүргізуге 11 миллион 375 мың теңге. Осы коммуналдық шаруашылық бөліміне қарасты Мырзакент қызмет мекемесіне жалпы 461 миллион 522 мың теңге бағытталды. Оның ішінде 364 миллион теңгесі еңбек қорына, қалған қаржылар сол мекемедегі техникаларды ұстау шығыстарына бағытталды. Жалпы жергілікті бюджеттің шығыстары осылай бағыттау ұсынылып отыр. Бұдан бөлек облыстық бюджеттен, жоғары тұрған бюджеттен 4 миллиард 322 миллион 232 мың теңге трансферттер бағытталды. Олар Мақтаарал ауданы Еңбекші ауылы округы жаңа тұрмыс елді мекенінің табиғи газбен жабдықтау желісіне республикалық бюджеттен 271,3 миллион теңге. Атакент кенті және Мақтаарал ауылы округы шартты екілік қазір 40 жылдығы елді мекендеріне газ қуатын арттыру үшін газ құбырын салуға 290 миллион теңге. Мақтаарал ауданы Атакент кенті Өркениет елді мекенінде ауыз су жүйесін қайта құруға 354 миллион теңге. Жаңа жол ауылы округы Арайлы елді мекенінде су құбырын қайта жаңғыртуға 100 миллион теңге. Мырзакент кенті Мәдинқожаев көшесіне орналасқан су жинау ғимаратын қайта құруға 50 миллион теңге. Атакент кенті және Мақтаарал ауылы округы қоса қаржыландыру жоғарыда аталған газ құрылысына облыстық бюджеттен 41,6 миллион теңге. Жалпы даму трансферттері 1,1 миллиард теңге бағытталды. Одан бөлек ағымдағы трансферттер есебінен 2,7 миллиард электр подстанциясын және кәріз тазалау жүйесін сатып алуға энергетика басқармасына бағытталса, құрылыс бөлімінің кредиттік тұрғын үйлер сатып алуға 36,3 миллион теңге қаржы бөлінді. Республикалық бюджет есебінен дипломмен ауылға бағдарламасы аясында мамандарға бюджет кредит беруге 475,7 миллион теңге қаржы бағыттау ұсынылды. Дайындығын аяқтаймыз. Екінші мәселе 26-28 жылдарға арналған кенттер және ауыл округтерінің бюджеттерін бекіту. Алдарыңызда бар ма, яқтан айтып Шетінен ауыл округтері бойынша айта берсем, Жаңа жол ауыл округы жалпы кірістері
110'da 5 milyon tenge, onun içinde sağlık түсімдері 48'de 4 milyon tenge, негізгі капитал сатудан түсетін түсімдерде 10 milyon tenge, аудандық бюджеттен 57'de 4 milyon tenge. Келесі шығыстарға бағытталуда олар мекеменің ұстау шығыстарына еңбек қорына 79 milyon tenge, санитарияға 2 milyon tenge. Алдымызда бар, кеше де танысқанбыз. Үшінші мәселеге өте сұрақ жауап қойып. Onda üçüncü meseleye öteyik onda. Üçüncü mesele. Kalkar. Мәжілік атының екінші göstereyim. Үшінші мәселеміз бұл жерде өздеріңіз білдіңіз, кеше өткен нақтылауда аудандық бюджеттен қызметтік тұрғын үй сатып алуға 80 миллион теңге бағыттаған болатынбыз. Аталған ғимарат мемлекеттік сатып алудың нәтижелері шықпауына байланысты қысқартылды. Ол қаржыны қысқартып, Ақжол елді мекеніндегі ауыз су жүйесін қайта құру жұмыстарына қайта бағыттау ұсынылуда. Одан бөлек облыстық бюджеттен ішкі қарыздар есебінен тұрғын үй, әлеуметтік тұрғын үйлер сатып алуға 774 миллион 868 мың теңге қаржы бізге бөлінуде. Осы екі шығыс қана бұл жерде өзгерісіміз отырғанбыз 25 жылға. Облыстан келіп жатқан 774 миллион теңге, ал өзіміздің аудандық бюджеттегі 80 миллион теңге өткенде қызметтік үй сатып алуға қайта бағыттап, ауыз су жөндеуге бұрып жатырмыз. Осы үшінші мәселе. Құрметті әріптестер, баяндамашқа сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз. Мына жерде бізге берген Мақтарал ауылына берген трансферт 20 миллион екен. Ендігі сұрақтар осы трансферт пен субвенциялар қандай критериймен берген ауыл округтеріне. Мысалы басқа жерде ауыл округтерде 96 миллион, бізде неге 20 миллион. Біздің әкімге заявка берген, біздің әкімдер. Ол жалпы субвенция, трансферт ол целевой бір жұмысқа беріліп, сіздер Мақтарал округке бергеніміз ол стадион салуға берілген, аудандық бюджетке берілген. Ал субвенция деген егер сол ауыл округ өзінің күтіп ұстау шығыстарына өзінің жинаған салықтар жетпесе субвенция берілген. Мақтарал округте өзінде ақша жеткілікті берген. Сіздерде мына жерде берілген, мысалы біздің ауыл округ 11.700 гектар жер бар. Біздің ауыл округ Мақтарал ауданында ең үлкен жер. Бізде 4 депутат бар. Ауылдар да жетеді. Сіздер беріп жатқандарыңыз бізге 20 миллион да ауыл. Енді біз ауыл округтың өзінде мысалы биылғы жылы Ареке қанша қаржы еге не тұр сізде бос қалып білесіз бе? Арман. Мысалы биыл сіздер қазір қысқартып мысалы 25 жылдың нәтижесінде 25 миллион теңге просто бос қалып жатыр. Игеріліп шығыс жоқ. Сол сияқты ол ендігі жылға өтеді, плюс мына жерде ол жазып тұрған жоқ. Мына бюджетіңізге ол автоматически плюс қосылады. Өздеріңізде шығыстар, пожалуйста, жобаларыңызды аудан әкімі орынбасары 3-4 ай алдын бірнеше рет тапсырма берген, жобалар ұсыныңыздар. Шетінен жобалар ұсынып жасады ғой шетінен, забор жасады, тасын төседі биылда. Жоқ, жоба ұсынып тұр. Есентаев ауылына ойын алаңшасы. Жоба ұсынып тұр, отказ берген. Мен айтып тұрсам болады ма кешіріңіз? Біреудің беріп Бұйырды. Жобаны біз алдын ала хат бердік еміз. Арманның өзі бет тұр ғой. Өткен сессияда да айттым сіздерге, халыққа. Бірге ауыл әкімдеріне отырып, печат басып әкеңіздер деді. Әкеген жоқ. Бет тұр әкім. Түнде кеше бір күн қалған кезде сол күні әкеп отыр. Сол күні біз қалай үлгереміз оны? Bir ay aldın. Mынандай сұрақта тұрғыз ұқсас. Бізде 6 елді мекен бар жаңағы. Біз 3, бірақ стадион бар бізде. Бізде 5 елді мекенде жоқ бұл нәрсе. Біз 3 ауылға берілгенбіз, бізге біреуіне ғана берілді. Арайлы мен Нұрлы жол жаңағы стадионға отказ берілді. Неге? Тағы біреу тура осы сияқты біреу сіздерде нақтылауға қалып тұр. Бірінші нақтылауға. Жаңа жылда да Мақтарал округ сияқты қысқартулар болған, резервінде қаржы бар. Нұрлы жол мен Арайлыға обязательно стадион керек. Біз оларды 3 жылдан бері уже уәде беріп, уже шаршадық, бізде неміз бар ғой. Арайлы мен Нұрлы жолға стадион обязательно қойылады. Стадион бойынша да, дұрыс енді, бәрі қойылатын стадион.
Қазір бізде 6 елді мекенде бір стадион бар. дұрыс тұр. Жаңа жол ең соңында қалып келатыр. Неге көріп отырсыздар да ол Қазір бізде жолға 1,6 миллиард қарызбыз да. Енді халық қазір бізде қазір келмей жатыр да, жол мәселесін бірінші шешіп тұрады. Мердігерге қарызбыз. Былай келістік біз. Әр ауыл округке бір стадионнан. Бізде мысалы еңбекші бітіп ме керек жоқ. Біреуден сөйтейік. Қазір биыл бірінші кезекте бірінші кварталға нені бітірейік, нұрлы жол. Жаңағы бос қалдығы бар, келесі жылы өтеді. Арайды ендігіден. обязательно арайлы мен нұрлы жол стадион Нұрлы жолға салмаймыз. Нұрлы жолға арайлы. нұрлы жолға салмаймыз. Нұрлы жол менде тағы бір сұрақ. Мынау барлық ауыл округтерде мәдениет үйлері бар. Кейбір ауыл округтерде 2-3 үйден. Біздің Мақтаарал ауыл округте ұзынан ұзақ бір мәдениет үйі. Енді оның жаңағыдай Бижан өткенде ақыл жасап, нелер бәрі дайын дедім, проекттің сметасы. Енді соған ақшаны не істеді? Оны дайындап, салалық басқармаға құрылыс бөлімі тараптан ұсыныс ендірілген. Ол бойынша Бижан. не болды? Немен үкіметтен жылдың басында жиналыс болған. Сол кезде мораторий қойды. Мәдениет, сентябрьден бастап мәдениет үйлерін салуға қаржы 3 жылға мораторий қойды. Бұл жерде тек спорт комплекс пен одан кейін капремонт қалды. Мәдениет үйін салуға ақшаны қысқартты. Мәдениет 3 жылға дейін Зимний. спорт комплекс салынады. Қашан? Оны заявкасын бергенбіз. Қазір облыста қаралып жатыр енді. Тоққа деген бағдарлама шықты қазір. Ол ауыл ел бесігі бағдарламасы тоқтап, сол тоққа енген нелер сол жылма-жыл салынатын болады. Бірақ мәдениет үйі салынбайды. 3 жылға мораторий қойды. Соны тұрғындарға ескеріп айтып жүрсеңіз. Сұрақтарыңыз Шәкір. Облыстық ауыл әкімшілігі Қайдар елді мекенінде 2018 жылдан бері 200 орындық мектепте 600 бала оқып жатыр. 600-ға жуық уәде келіп жатыр, 7 жыл болды. Бұл жылға тех условияны дайындаңдар деді. Полный сол жерде жұмыс істеп жүргенде мен тех условияны дайындап бердім. АПЗС, ПСЗС дайындалып 26-ға құрылыс қойылу керек. Сол мәселе не болып жатыр? Қосымша ғимарат, мектеп, айни мектебіне. Кім жауап береді ол? Бижан. Құрылыс бойынша біздің облыс бюджетте. Бізде білім нысандары білесіз ғой шәке? Бізде емес. Бұл жерде бізде жайлы мектеппен салынбай қалды ғой, 3 мектебіміз. Нұрыбай, Абай атакен. Содан кейін жай мектепке бірінші кезекте бұл жерде білім басқармасынан заявка түсу керек. Мынандай мектепке білім барып қорғайды, заявка түсу керек, мынаны салу керек деп. Одан кейін бар құрылыс басқармасы ПСД істейді. Біздің құзыреттен алып тастады оны. Құрылыс басқармасы айтып отыр, ешқандай білім басқармасына заявка түскен жоқ деп. Содан кейін қазір капремонт бойынша айни капремонтқа кірді. Құрылыс кейінге қалып тұр. Капремонт айниге келесі жыл капремонт болады. 26. Başka. Tağ сұрақ. Атакен мәдениет үйі бар ғой, жаңағы 30 миллион с копейками. Ол қолды ашайын, әктеп сылап шығама жоқ. Орындықтар тауыстырма, өзі орындықтардың бәрі ескі. Шашылып отыр, беріп отыр. Жәке? Бұл жерде Атакен мәдениет үйінде бұл жерде мәселе сахналық перделерді ауыстыру, линолеум, ковролан, кондиционер и бұл жерде мынау Армстронг бар ғой, Армстронг төбесінде утепление жоқ, утепление қою. Электричество полный, жарамсыз халге жеткен негізі электричество. Орындық жоқ па? Орындықтар жоқ. Тосып Ледекран осып үй қойылды. Ол жер тосып кеткен. Ол жер тосып кеткен 30 миллионның сенің ол ештеңеге Бастай берейік, кейбір мәлімдеулер бұлардан да айырып қаламыз. Капремонт. Бұдан да айырып. Капремонт болса қаржысы өте көп болады, оны облыс қаржы бермейді, осылай шетінен жүргізілмейді. Бірден айтылмаса қайтып кетеді осы. Дұрыс па, айтқан шетінен жасай бермесек те ол күтіп отырсақ, онша қаржы ешкім бере алмайды. Облыс бюджеттен көп жоқ, неден Қазір ма? Қазір ауданнан емес. Құрметті әріптестер, бір сұрақ қойған кезде бәрін бірақ қояйықта уақыт кетіп барады. Қайта айланып келіп, әрқайсымыз қоя бермейінше. Жоқ, кім? Қалыңыздар, давай так. Адамдар, давай, уақыт асыққанда кете берсін. Бұл сессияның, тұрақ комиссияның уақыты шектелмеген. Керек Қалеге, біз түсінбеген нәрседен сұрап жатыр. Дұрыс па? Сұрағанның айып жұмыс жоқ. Айып емес жоқ, қайта уақыт алмайды деп жатыр.
Абай көшесінде бізге жол аяқ керек. 3 жылдан бері оны да айтып жатырмыз. Қазір барсаңыздар, ана Жетіген деген спорт кешенінің алды су көлдеп жатыр. Адам жүре алмайды ол жерде. Абай көшесі өзі, Абай Құнанбай көшесі болса, ол жерде жол аяқ жоқ. Не жаңа жол істейме жоқ, Мырзакен кент әкімшілік істейме. Ары беттен ба, бері беттен ба? Поселка қарай ма? Жаңа жол бері Мырзакен. Поселка қарай, ары бетте жаңа жолға қарай. Жоқ, жол ше. Жол бізге қарай. Жол сізге қарасы онда Мырзакен кент істейсін. Жол аяқ. Бәке, не дейсіз оған? Қалай шешімі қалай болады? Можно? Бұл жерде да, ана жақта теориямен көпір келе жатыр ғой. Ана жақта көпір түседі да, сол көпір Абай көшесіне мектептің арқасы қосылады. Ол жер атмосфераны, в смысле, екі жақты болады да. Ол жерде ана газопровод келген, газопровод высокого давления Мырзакент агрессиясында тұр. Давление высокий да, ол жолдың ортасында. Сол жолдың ортасында газон басында қалатыннан, азыреті бір баласы, бері бір баласы болып, сондай жоспар бар. Бижанның бұрымы. Ол Ғабеке, ол қашан ол в ближайшие 3 года можно сделать? Жол аяқ керек Жамболат, бұл жерге қазір сен тротуар саласың да, 2 жылдан кейін сол тротуар жасың да. Ол қалай болады деп? Ғабеке, күніге азанда да кешкенде өзіңіз көріп жүрсіз ғой балдардың қалай жүріп жатқанын өте. Егер істейтін болсақ, ана сөйлеп істейтін болсақ, істейікші соны, брусчатканы істейік та, ертең түскен жағдайда брусчатка жинап алып, жаңа жол жағынан. Иә, соны істейік. Кейін, арайлы стадион шешілді ғой, болды ғой, арайлыға болады. Арайлыға емес, бірінші Өргебас. Өргебас, одан кейін арайлыға. Арайлыға екінші кварталда. Ол екінші кварталда. Шәке, мынау бізге берілген анықтамамызда қазіргі оқығанымызда 26-28 жылдарға арналған бюджеттің анықтамасы дегенсіз да. Мынауында 26 деп бергенсіз. Бірақ екеуі де бірдей ішіндегі суммаларды, цифрлары бірдей. Сіз негізі 26 жылғы жат? Қайсысы айтыңыз? 26 жыл екеуі? 26-28-ді көрсеткенсіз де просто. Енді осы жердегі көтерілген мәселеңіз бар ма? Нақты ауытпай шешілетін мәселе бұл осы 26 жылы. 26 ғой, 3 жылға бекітілді. Атау кодекс бойынша 3 жылмен бірге айтылады. Енді бұл жерде негізі аудандық бюджет болғаннан кейін барлық облыстарға теңдей бөлінген дұрыс та. Осы жерде салыстырмалы түрде мен айтайын деген біздің Елжан көп атқарып кеткен. Осы тротуар, мысалы кентте 100% асфальттанды болған. Басқа облыстар мәдениет үйімен енді футбол ойнауға шығады. А бізде де жүретін жолымыз жоқ. Сол үшін мен мына жерде біраз бюджеттің қаржысын үнемдеу мақсатында бір 250 миллиондай өзім жобалап не қылдым? Үнемдеуге болады да. Мысалы, Алматы стадион бар. Ол стадионды былтыр прокурор мысалы тоқтатыңдар, бірінші ауыз суын жөндеп ал, жолын жөндеп ал деген сияқты ұсыныс айтты. Сонымен тоқтатыңдар. Сол сияқты биылда ол кісілердің ұсыныс күтеміз ба? Өздеріңіздің хабарыңыз бар. Мысалы Мақтажанда Елжан бар, алдын табылды. Тұрғындар тұрып жатыр, инфрақұрылым нөл. Ауыз су да жоқ, жол да жоқ, газ да жоқ, свет те жоқ. Өздері қолдан стол тартып алып, оның столының сымдары жалғанған бойында әлбетте жүріп те жатқан жағдайлар бар. Қай жерде ауыз су жоқ? Қай жерде ауыз су жоқ? Ерді бақыраймыз. Қай жерде ауыз су жоқ? Балтарға баяғы саған көше салған жерінде. Жоқ, ол Көше салған жерде қазір оқып ғой сізге. қазір істейді тұр ғой. Ол жерге 35 миллион қойған, 35 миллионмен біте ма соның бәрі көше, свет, бәрі кәдімгі тротуармен жүр. Свет жоқ оның ішінде. Жоқ, свет жоқ қой. Су, газ, былай түскен көшелерге тас төсеу. Газ кіргіземіз. Тас төсеу. Биыл анық шешілетін мәселе ме осы? Шешіледі қойып беріп отыр. Бекітіп жатырмыз ғой. 35 миллион қойылғанда айтады Қадеке. Жоқ, халыққа бізде қазір жаңағы Ғабекеңмен отырдық қой, және түнімен отырмыз. 1 миллиард 600-ге қарыз бізде конкурс победитель жолға. Сіздер қазір келіссеңіздер, бағыңыз депутаттар, ауыл әкімдерінің стадиондарды кесейік те жолға берейік. Негізі бақы көшеге да? Енді оған келіспесеңіздер
келіспейсіздер. Первый необходимый стадион ба, жол ма? Жол ғой. Жол. Оны дауыс стадион. Андай стадион жол жоқ жүретін жол жоқ ма? Так, құрметті депутаттар, мен де бір айтайын. Мына жерде енді күлетін дәуір емес. Әркім өзі кішкентай ақшаны бірінші керегі жол ма? Жолда дауыс берейік, стадион тоқтатамыз. Стадионсыз ештеңе болмайды. Кәдімгі мен түсіну керек қазір субвенция беріп жатыр ғой стадиондарға. Соны өз бюджетінен істесе келіседі. Мына субвенция өз бюджетінен істесе субвенция қысқарып соны жоқ тасқа берейік жолға. Дұрыс. Сол орында бір городке стадион керек, жаңа елді мекенге. Бір городке жол, спортта қарсы. енді комиссия былайда ол неге спорт сұралады? Жол біткенде стадион сұралады. А бұл жерде стадион сұрап жатқан жоқ бұл. Бұл әлі жолын істеп берші деп бар. Сол үшін бәріміз бір ауыздан жолды жіберейік аштан. Стадион істейік. Бұдан айтып жатыр ғой. Айтып жатыр ғой. Егер де ауыл әкімдері өздері іште ақшасы болса, сала берсін стадион. Мен сіздер өздерім Жол бітті, стадион сұрап бұларды арқасына барғанша жол жоқ. Арық бітпей, жол бітпейді. Амал жоқ, стадион сұрап жатыр. Жол да жоқ қой бұлар. Сол үшін первый необходимый жол ма, стадион ба? Мен соны жол істеп берсін береке. Жоқ, ондай болмайды ғой. Ол бірінші жол керек бар. Жігіттер, серік, бірінші бұлардың қазір арығы тазаланған анауынан қошықтауы болады. Өзіне керек нәрсені сұрады. Дауысқа салайық жігіттер. Одан кейін қадекемен айтайын деген Яlan тартысып. ауыз су ұңғымасын. Әркім өзінің мнениесі бар. Екі атауында ауыз су ұңғымасын жасау үшін Ауыз су жол первый необходимый сол жігіттер. сол жерде ұңғыманы жасағаннан кейін ол жерде жаңағы башня қойып ауыз су тарқатылмайды, а? Жоқ, сынамалар ғой, 2 жыл сынамалар. Не алады? Рахмет, түсіндіріп Видео қарағанда бұл жерде мысалы машинадан ұңғыма жасалған қарайды. Сол қалып кетті ғой. маман жауапкершілігі жоқ. Бұл жерде скважина приоритетлерді, Ерғали, бұл жерде скважина приоритетлерді, наша көшірді, машинасы, разводящий бәрі шығады. Толық жасайды. Тек қана приоритеттерімізді осы Енді қашан пайдаланамыз жаңағы Мақтажанда ұңғымадан хабарласқанша айтып Мақтажанда бұл разведывательный скважина. сол разведыватель түсіндіріп берсінші неге? Мақтажанда бұл разведывательный скважина. Абай разведка жасаңыздар, бұрын башня болған жоқ. Разведывательный скважина, егер будет етілген болса жаңадан будет етілгендердің барлығы ол разведывательный скважина. Жер асты су қоры бекітілмей, ол елдің су жүйелеріне қаржы қаралмайды. Су қоры, жер астындағы су қоры 27 жылда бекітіледі. Подтверждение запасов подземных вод деген бар. Сол жер асты су қоры бекітілгеннен кейін барып, проект шығарылады да, соған рұқсат беріледі. Оған дейін жаңа разведывательный скважина деп жатқан жаңа деген будет етіп болғаннан кейін 2 жыл наблюдение тұрады деген сол. Егер сіз солай Қашалма, басқаланба деген сөз ғой. Бұл жерде ғабет баяғыда бір талай болған еді ғой. Ақшаны беріп қойып, разведыватель тірлік болмайды, жанжал болсын талай. жоқ. Иә, болды ғой. Жігіттер, мына мәселені дауысқа салайық. Егер де стадиондар тоқтатып, ақшаның барлығын жолға салайық. Дауысқа, кән құрметті әріптестер, дауысқа саламыз. Жоқ, өздерің білесіңдер, санасында стадионды тоқтатып, жолға келіспесеңдер, кім жеңеді, соны ала беріңіз. Стадион салынма жоқ, Жоқ, салынбауға. Жол салуға. Жол салуға, кім Жол салуға. салуға? Кім қарсы? қай ауылда жол шешілмеген, соның стадионы болса, өз секторы астында жолын Аке бұл жүздегі емес, басқа емес сол. Мұхтар, мына Жамбыл ауылы округ. Ол жерде жол почти бітті. Бұл мәселеде Бұл шырылдап жатқаны жолым жоқ деп отыр ғой. бір мәселеде берді жігіттерді. Кеше 5 нысан бойынша жылдың басында берілген анықтап, облыстан қаржы күткенбіз ауыл ел-бесігінде. Бізге жаңағыдай бастауыш береді деген. Ауыл ел-бесігі тоқтап қалды. Жоқ. Сөйтті де сол 5 нысанның
мердігерге айтылған жөнді жасадық. Сен жеңіп алдың ғой, жер қара күн жылында бастай берсек қайтеді, тұрғындар өтініш жасап жатыр дегеннен кейін біраз елді мекендерде асфальт төселіп қалды, бірақ ол бір тиыннан төленген жоқ. Сосын біз мына жерде спорт отырмыз. Маған асфальт келді ғой деп, да? Ер жағында мысалы жаңағы төселген асфальт, әлде қаржысы төлеген жоқ. Жаңа жолдағы төселген асфальт, Гүлістандағы төселген асфальт. Иә, солай болды ма? Жоқ, оның ішінде қайсысы төселгенін айтатын емес. Соның ішінде уже төсеп қойған бар. 23 километр жолға асфальт төсеп қойғанбыз уже. Ақшасы беру керек. Қарызын берген жоқпыз. Ерғали қанша километр сонда асфальт төсейді? Жоқ, алдай ғой, түсініңіздерші. Спорт комплексі kesіп, жаңадан жоба жазып болған емес. Біз қарызға, мысалы, түсініңіздерді, бір аудан болған екен, бірге медеміз ғой. Мысалы, достық бір деген жол шешіліп қалған дұрыс қой енді. Соның есебінен шешілмей тұрған, мысалы, ер жарғасы дегеніміз қарыз ба, сол ақшаны соған бағытта айтып отыр. Тек достықтың өзінде емес, сол сияқты соны дұрысынан түсініңіздер. Біз қарызбыз қазір, бірде алды. Конкурсты шығарып қойған, мердігерге беру керекпіз. Жаңадан жоба жасамаймыз ғой, қарызымызды құтылуға. Соған неңіздер деп отыр. Достық ауланың жолы шешілген жоға бар ма жерде? Шешім жолдары бар ма? Сен айтсаң, ферродны шешім болды деп айтсаң. Шешім жолдары Февральде уточнение болады қосымша. Қазір стадион салмаймыз ғой? Иә. Тіреп отырмайды. Халқылаулар сіздер бүгін қарызды құтылайықшы деп отырсыз ғой. сол мәселе. Осы бюджет қойылған кезде анықтаманы жазардан бұрын сәл ойланып жасау керек қой. Мына қойылғаннан кейін бәрі айырылғысы келмей тұр. Бірге ойланып та алыс стадион тұрсадай жолдар керек болды. Алты стадионнан бөлек тағы жерде 61 миллионға тротуар тұр ғой. Ол қарыз былтыр бар. Қайсы қарыз? Көкбасай. Басталып болған. Жамбыл округтері салынған. Одан кейін мына неде кәсіпкерлік ағымдағы жөндемі қандай бөлімдегі қойбастыр 17 миллион теңге. Облыстық ғимарат үшін емес пе? Неге басқа бөлімге қоймайсыздар оған? Қайсысын дейсіз? Кәсіпкерлік бөліміне 17,1 миллион теңге. Мекемені күтіп ұстауға. Оның ішінде 5 миллион жаңа алтын күзге дегенбіз, қалған қаржылар ол іс сапары өзінің шығындары ғой, мекеменің барлық неге стандарт. Анықтамаға бергенде нақтылап жазбайсыздар ма? Мекемені күтіп ұстауға деп беріп жазбайсыздар ма? Еңбек ақыдан басқа қаржының бәрі сол ғой енді. Мына жерде несі ғой, ЖКХ-да өзге де шығыстар 1 миллиард 321 миллион. Өзге де шығыстар. Астынан кетті ғой, расшифровкасы астында. Мыналардың бәрі. Иә, соның жиынтығы ғой. Расшифровкасы астына берген. Енді қазір ағайдан Бағдың жағында әңгіме айтып тұр ғой. Жоқ, барлық теріңізді сол жамбылдың әкімі келді, маған жетпей жатыр деп жәрдем беріп жатыр, қолы шамалды күйгенше. Пожалуйста, мен қазір именно атакентті қанша бар екенін атакентті маған қойыңыздар, мен ертең Мына жерде дұрысынан түсініңіздер да, енді ауыл әкімдерінің құзыретіне жаңағы кәсіпкерге кіре алмайтын нелер болады да. Енді сіздер халыққа ойластырып, мен келген кезде зерделеген бәрін. Мысалы, мына балабақшаны айтайық. 100 бірнәрсе балабақша, жеке балабақша да. 75 орындық балабақша 3 топ. Ода кемінде 3 тәрбиеші, 3 жаңағы баланың несін тазалап отыратын, повар болады, охрана болады, директор болады, кемінде 10 адам жұмыс істеу керек. 2 адамды тіркеп қоя саламын, 2 адам. 2 адамның 700 баланы қалай істеп отыр? Соған енді, соны сіздер үміт берсеңіздер, соның анау бір реттік салығын төлесе, жұмеке, қанша 100 мың теңге жылына қанша, соның өзі бізге... Сонда детсадта 2 адам төлеп тұр ма? Детсадта... Сол жағында көмек беру керек. Жабылар алаяқ. Енді алдымызда бар ғой, қазір тек қана кәсіпкерлер төлеп жатыр. Қазір ертең сіздің территорияңызда бекетіңіз ауданда кетеді. Қазір сіздердегі территориядағы ол бар ма, не бар ма, бәрі өздеріңізге кетеді. Біз 26-та болады, 26-та болмайды. Әлі проект отырады, берген КПН-ді сіздерге жіберіп Түбі береді. Осы февраль уточнение беріп қалады. Президент тапсырмасы ғой. Жалпы біздің Мақтаарал ауданында, соны елдік сессияда сол әр округке сол төлемей жатқан белгілеп шығару керек қой, жерде анықтау керек қой. төлемей шығарып сіздер белгілеп бермесеңіздер оны болмаса хатпен жазып жүрсеңіздерші, берді мынандай бар деп. Бірге барайық, сіздің адамды біздің адам бірге барайық.
Biz Тізімін анықтап, біз бергенбіз. Әр ауылда бар. Мен өзім әр Мысалып беріп, жаңағыдайғы ауылда не бар, кім төлейтін, сөйтіп налогыға жаңағы базы Базы керек жоқ, қояға мен адамды жіберіп беріп қойғасын ба? Мен неменеге жым-жырт болатын бәрі? Соны сіздер де көмек беріңіздер деп жатырмын ба? Сол бірге. Біз қалай көмек береміз? Біз барын қастарына барып Жоқ, жәрдем берген бірге талқылап, жиналыс өткізіп, мына кәсіпкер мына төлемей жатыр деген сияқты. Біз оны әр апта сайын штаб өткізіп жатырмыз. Тізім бар. Жұмекен біледі ғой? Барлық тізім бар ауыл әкімі. Так, Бижан, рахмет. Құрметті әріптестер. Бір ұсыныс қой. Осы мынау налоговый басшысы отырды ғой. Сырттан келіп жұмыс істейтіндер бар ғой, Өзбекстаннан. Солар мысалы жаңа негізі жеке бастағы салығы 5% ғой. 10%. Мен білетінім бір жігіт құрылыс істеді. 10 миллион теңге 3-4 айдан 3 жігітке берді да. Сондайлардан салық төлеуге оңайға не? Легализация бар. Олар қандай береді, оны қазір мысалы мен бізге бар уполномоченный мысалы реклама болса не береді тізімін беріп алып біз ол адамдардан барып алып адамыз ғой тізімін берсін бізге мен оның бәрін істеп кімнің үйінде істеп жатсам қай жақта табамын сол үшін ауыл әкімі уполномоченный маған ай сайын беру керек мына иванов петровтың несін жазып жатыр сол ауылдың несі одан кейін мен соған барып оған шығамыз біз одан кейін кімді де білмеймін ғой кімде абатқанды қай жақта білемін Өзбекстаннан 4 шетел азаматы келіп жұмыс істеп 10 миллион теңге алып кетті деп отырсың ба? Ол қазір келген Өзбекстаннан келген азамат қақтан беседі. Ол бізге кіргеннен кейін легализация жасалып, ол ақшасын төлейді. 1 айына, 2 айына, 3 айына, 12 ай жүрсе 12 айға дейін ақшасын төлейді. Бірақ өзінің арасындағы азаматтық келісім ғой, ол ешкім еш нәрсе істемейді. Осы бойынша толықтырып Ереке, жоқ, былай, Ереке қараңыз. Жаңа сіз айтып отырған шетел азаматтарының салығына біздің бюджетке 80 миллион теңге налог құйып жатыр олар. Соның 40 миллионы аудандық бюджетке түсіп жатыр шетел азаматтарының. Ол түсіп, кәдімгі легально жұмыс жасап жатыр. Жақсы. Жамбыл. Так, бұлар 12 миллион артып тұр, 12 миллион ақша 80 миллион. Ана қазір бір сигнал келіп жатыр да. Мемлекеттік қызметкерлер еңбек кодексінде көрсетілген сақтандыру. Ол бюджетте жоқ суммада ол әр әкімшілікте бір 15-14 адам істейтін болса ол 1,5-2 миллион қаржы қаралып жүреді. Қызметкерлерді сақтандыру. Міндет сақтандыру. Мәміс па? Мәміс емес ол Мәміс емес. Өмірді ма? Өмірді сақтандыру. Ол бюджетте жоқ. Ондай қаржы қаралмайды. Ол қаралу керек, ол ертең штраф салады олар. Жамбыл дәрімділердің шеңберді бәрі істеп Ақша жатыр. шығарып жіберді айтып ертең штраф салады. Юрист бар ма? Жекеменшіктер ол жекеменшіктер. Жекеменшік мекемелер тұрады өздерінің қаржысына. Мен жекеменшік мектеп жекеменшік сайтын сақтандырады өзінің қызметкерлері. Мемлекет жоқ па? Мемлекет жоқ, жекеменшік. Мына баяндамашы сұрақтарыңыз болмаса мәселені шешсек күндерін белгілейік. Дауыс жасалады. Қарсы қалыс жатыр. Рахмет. Әдебі талқыланды, әдебі. Құрметті әріптестер, енді 4-ші мәселе бойынша мақтаралған мәдениет өкілдерін дамыту және шынықтыру спорт бөлімінің басшысы атқарған жұмыстары есебі туралы баяндамашы тәсілет. Құрметті төраға, құрметті аудандық мәслихаттың депутаттары. Аудандық спорт мәдениет кітапхана және тілдер саласының 25 жылы атқарған жұмыстарының қол жеткен жетістіктері сонда алдағы жоспарлар сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Ауданда спорт саласында 4 мекеме жұмыс істейді.
Onun içinde екі спорт мектебі облыстық басқарма арасында. Мекемелерде спорттың 15 түрі дамытылады. Бұл жерде 2010-ға жуық балалар мен жасөспірімдер спортпен шұғылданады. Жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында ағымдағы жылы 100 спорттық іс-шара өткізілді. Оған 16 мыңнан астам спортшы қамтылды. Жарыстар діни экстремизм, жол жоқ сияқты ұрандармен ұйымдастырып, тәрбие және алдын алу бағытында өткізіледі. Республикалық әуесқой футбол федерациясының бірлесіп отырып, ағымдағы жылы ауданымызда футболды дамытуға бағытталған бірнеше жарыстар ұйымдастырылды. Оның ішінде әуесқой футбол лигасы 2008-2009 жылы болған жасөспірімдер лигасы, 35 жастан астам азаматтар лигасы жоғары деңгейде өткізді. Бүгінде 50 жастан астам тұрғындарға арналған чемпионат пен мемлекеттік мекеме қызметкерлері қызмет лигасы өз сұрақ жауапқа көшейік. Мына слайдтар бар ғой. Спортты көріп отырмыз, істеп жатыр жұмыс. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Баяндамашы. Сұрақтарым мынау енді биылға футбол клубымыз жабылды ғой. Клуб қаржысы тоқтады. Қаржы тоқтады деген кейін жабылды деген сөз ғой. Өзі тегін ешкім істемейді ғой. Ол жабылды. Оның орнына ештеңе ашылмайды енді. Одан кейін мынау қазір 35-40 жасқа шейін лига дегеніміз ол не ол? Ол жаққа ақша бөліне ма? Футбол ол жерде өзімізде осы клуб балалар ұйымдастырып, сол жастан астам тұрғындардың өздері команда құрып, өздерінің есебінен Бұл жерде өңірдің ақша ешбір тиімдері бар. Еркін тұрды ғой, еркін тұрды. Команда жинап келеді, өздері ғой. Мына жерде ішінде бір айтар ететін нәрсе, мынау мекеме қызметкерлерінің лигасы өтеді ғой. Бұл жердегі сол команда қатысқан 8-9-11 команда өздері осыны жинап, өздері ішінен десе, өздері естесе, сол ақшаны бюджеттен аз қамтамасыз еткен бір кісіге үйін баспанасын қамтамасыз етіп береді. Өздері да ішінен, қатысқан команда өздері біледі ғой. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ. Жандарбек, мынау қазір спорт клуб жабылды. бөлінді. Атакенттегі стадион кім балансының қайқалды, кім өзі таралды? Атакенттегі стадион мен спорт кешен біздегі Мырзакент спорт клубының балансында. Мырзакенттегі спорт кешенді стадион бір миллион. Охранамен де екі жұмысшы қалған сонда? Иә, охранасы бар, жұмысшы бар. Құрметті әріптестер, басқа сұрақтарыңыз болмаса баяндамашы мына мәселені сессия күнінде Дихан ауылындағы мәдениет үйі бойынша ремонты жаңағы сіздерге қарасыз. Дихан ауылындағы ауылдық клуб шынында тозған ғой ол жерде оны экспертизаның шығарып жарамсыз болуы өзіңіз көріп жүрсіз оның ішіндегі дуалдардың несін. Экспертизаға экономика бөлімдері ма? Экспоның дихандағын біз береміз. Қашан ол жоспарыңыз? Осы жылы несін аламыз. Негізінде маған шығып жатыр ол жерде жаңағы меңгеріп. Жаңағы ремонтына дейді. Ол ремонтқа жатпайды ол жер. Экспертизаға беріңдер, жарамды, жарамсыз. Одан кейін сөйлесеміз, ол жарамды деп беретін шығар. Кім біледі? Жоқ, ол жерде естуші естеміз ғой қадеке. Краска бір майда шүйдесін белсенді де сәл жандандырып деуға болады ғой. Экспертизаға алда жарамсыз не бар, жағды шықса. Қазір істеп болған дегенмен. Халық жарамды дейді. Келесі жылға 500 қанша миллион қаржыңыз бар, соның ішінде өтеді. Тамаға. Ағымдағы жөндеуге. Иә, ағымдағы жөндеуге өтеді. Бұзылатын нәрсе не керегі бар? Ең өте ремонт болатын болса, жарайтын болса. Дұрыс. Естуші деп жатыр ғой, адамдар істейді. Сондай сұрақ қой жерге.
кеңесшілердің мекеніндегі мәдениет үйі 70-ші жылдардан бері салынып ремонт көрмеген. Хотя бы сол экспертизасын тездетіп берсеңіздер. Енді өздеріңіздің алдарыңыздан өтіп жатыр, жылда әйтеуір мәдениет үйіне жаңа мәдениет үйлер салынып ауданға. Биыл мынау Қалыбектегі мәдениет үйі ремонтталды, келесі жылға Достықтан істеді, осы жылға проектісін істеді. Енді Жамбыл Кеңесшіл мәдениет үйі 10-шы жылына ремонт болған еді. Қазір Достықтағы проектісін шығып, тағы өндіргі облысқа енді Кеңесшіні биыл жылында Атакенттегі мәдениет үйі және келуші ремонтқа қарап отырмыз залын. Кеңесшілігі береміз. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, ұсыныстарыңыз жоқ болса, онда мәселені сессияға дауысқа саламыз. Қарсы, қалыс шығып. Рахмет. Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе бойынша Әсхан Қалыбеков ауылдық округі әкімі өзіне жүктелген қызметтер мен міндеттерін іске асырудың есебі баяндамашы округ әкімі. Сұрақ жауапқа өтейік тастырасы. Сұрақ жауапқа өтейік, құрметті әріптестер. Бір уақытында 2 сағатқа жүріп болған талқылаулар болады. Менде жалпы барлық ауыл округ әкімдеріне ұсынамақ өздері есеп беретін кезде бір 2-3 қағаз парақтарымен келесіздер. Барлықтарында жалпы өткен жылмен биылғы салыстырғандарының қателіктері өте көп. Енді бәріміз атамай қойып жалпы. 2-3 парақ дұрыстап дайындалып келсеңіздер сол. Жылда дайындалатын нәрсе сіздерге. Қазір мынаны үшеуіңізді бүйтіп мына болды айтамай қойып, просто жалпылама айтылған да. 3-ақ парақ сәл оқып, не жазылған қарап келіңіздер. Сол ғой. Назарға алдыңыз. Дұрыс. Қалыбеков ауылдық округі әкіміне сұрақ болса, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда Мектебіңіз қалай мектебіңіз, жайлы мектебіңіз? Жайлы мектепте жоспарға кіргізіп. Сіздің қолыңызда шығып тұрмайды? Ауылдың көңіліне шығып тұрмайды, депутат мырза. Жоқ, мен барып көріп сөйтіп адылар естісін деп отырмын. Сіздің депутатыңыз тұр екен. Болды, кешке шағырға Бірге алсаңыз қой, біраз больницаға жатып шықтық жер табу үшін. Ойбай жоқ, бірақ нәтиже шықты. Жақсы. Рахмет. Онда баяндамашыға сұрақтарыңыз болмаса, мәселені сессияның күндері белгісіз дауыс жасалады. Рахмет. Мәселе бойынша Достық ауылдық округі әкімінің өзіне жүктелген қызметтерінің міндеті. дауысқа сала салайық деу. Біздің бір адамдар фильм өткізіп қалған. Мен жердік сұрақ. Бұл кісілерге сұрақ Жәке кеше өзіңізге суреттерін жібердім. Мына 26-шы жылға мынау Қайдар елді мекеніндегі Оғайда Қаназаров көшесін бір ямочный ремонттауын қандай жатыр. Соны бір қарастырып не қылмасақ, оның қазіргі кешегі қар жаңбырмен о ямалар 1 миллиондық расход болса, қазір 5 миллиондық расходқа көшіп кетті. Оны бір өзіңізбен бірге барып, бірген бар, өзіміз айланып сұраныс берейік. Ішкілдеміз оны. Иә. Дұрыс, енді ол алдында 2021 жылдары салынған жолдар, оны ешкім қадағаламаған, бұның депутаттар қадағаламаған, әкімшілікте қадағаламаған, содан кейін сапасы салынған анық, оны көріп жүрсіздер. Оны мынау қалған жолдарды асфальтта бітіп жатырмыз ғой, оның объемын өлшеп, қанша квадрат екенін біліп, кейін ұсыныс беріп істеуге мүмкіншілік бар. Ол келістік. Басқа сұрақтарыңыз бар ма баяндамашы? Жоқ. Жоқ болса, Сіз барасыз ол кісіге? Бірге шай ішеміз. Сүйелген шештеріңіз Бір сұрақ беру керек қой. Для приличия. сессияның күндерін дауысқа салады. Сәл сөйлесін. Күндердің 7-ші мәселе бойынша Нұрлыбай ауылдық округі әкімінің есебі өзіне жүктелген қызметтер мен міндеттерін іске асыру жөнінде. Саламатсыздар, әріптестер, халық қалаулылары депутаттар, сессияда
Құрметті депутаттар мен сессия қатысушылары, сессия жұмыс бастауға рұқсат етіңіздер. Құрметті сессия қатысушылары, бүгінгі 8-ші шақырылымдағы аудандық мәслихаттың кезекті 35-ші сессияның жұмысына аудан әкімі, дербес бөлім басшылары, кенттер мен ауылдық округтердің әкімдері, ауданетті депутаттар, сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін редакциялық және санақ комиссияларын сайлауымыз қажет. Редакциялық комиссия Сарсен Мұхтар төраға, Даубаев Меруерт, Саттаров Жамболов. Есеп комиссиясы Бейсенбаев Қалмырза жетекші, Молдабеков Сабит, Бабаев Шакир. Құрметті әріптестер, сіздердің қолдарыңызда бар, онымен алдын ала таныстыңыздар. Кімде-кім тәртібі бекітілсін десе дауысқа саламын. Қарсы, қалыс жоқ, қабылданды. Рахмет. Күн тәртібі бекітілді. Күн тәртібінде бірінші мәселе 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы сөз Мақтаарал ауданының экономика және қаржы бөлім басшысы Шалхан Акеловке беріледі. Бірінші, екінші мәселе. Үшті бар. Үш жоқ. Нет, материал дайын емес, енді Үш дайын емес. Екі мәселе. Саламатсыздар ма, құрметті депутаттар. Бүгінгі күнде күн тәртібінде 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы. Түркістан облыстық мәслихатының 25 жылғы 15 желтоқсандағы шешіміне сәйкес аудандық бюджетке 3,98,842 теңге субвенция берілді және республикалық және облыстық бюджеттерден кредиттер мен трансферттер қосымша қаржы қаралды. Жалпы 2026 жылға арналған өзіндік кірістердің жылдық жоспары 5,546,546,000, оның ішінде салық түсімдер 5,459,184,000 теңге, салық төлемес түсімдер 43,362,000 теңге. Облыстық бюджеттен берілген субвенциялар 3,98,000,000. Депутаттар үстінде бәрі жаңағы комиссияда талқылады. Бұл мәселені дауысқа салсақ. Дауысқа кер. Қарсы, қалыс жоқ, қабылданды. Екінші мәселе. Құрметті депутаттар, үшінші мәселеге өтейік. Күн тәртібіндегі мәселе Мақтаарал ауданының мәдениет және тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының атқарған жұмыстары есебі туралы. Сөз Молдабеков Сабитке. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Иә, бір сұрақ. Тілдерді дамытудың ақша бөлінгенде осыған не қызмет атқарып, қандай жұмыстар атқарып жатыр мына? Ауданда тілдерді дамыту орталығы бар. Қанша бөлінген бар? 29 бөлінген. Оның ішінде егер бұл жерде айлықтар ма? Айлық бар ма? Ол айлық қандай жұмыс атқарып жатыр ма? Жоқ, мында көрдім. Сәнсе де қаржысы 29 айлық нағыз основа бөлім, основа есте айтқан бағыты қандай жұмыс? Соны нақты Ауданда тілдер орталық мекеме бар, кәдімгі мемлекеттік мекеме. Бұл жерде 8 адам жұмыс істейді. Олардың негізгі міндеті 3 тілді оқытады, қазақ тілді, ағылшын тілді, орыс тілді. Оған кімдер бар? Оқушылар ма?
оған оқушылар да бар, үлкен қалаған адамдар. өздерінің группасы бар, жылына 2 мәрте. Қай жерде орналасқан нелер бір жерде жарияланып бұл организация көрген жоқ. Бір оқытып жатқанын, не қылып жатқанын, спортпен біліп жатыр, көріп жатыр, нәтижелердің жақсы. Бірақ бұл бір жұмыс істеп жатқанын бұл тіл орталығы бөлімдердің зданиясы сол жерде отырады. Бірақ мұғалімдері ауылдарда, основном өзге өкілдері көп жиналған ауылдарда сол жерде отырады. Мысалы, федерацияға барып іс-шара өткізген сол жерде оқытады, сол сияқты. бізге керек па деген мәселе. Жоқ, керек болғанда жұмыстар ашылғаны 10 жылдан ары. жұмысын көрген жоқ. Тілдер дамыту мекемесі бар, оның директоры бар, қанша адам бар, ұстаздар бар. Қазіргі сәйкес бізге қазақ тілінен қояр үшін бәріміз білеміз, меңгергенбіз, орыс тілі ол қазіргі потребность как такового жоқ дегендей шешім ағылшын тілі. Соған ағылшын тілінде ол жерде оқытатын өзі адам ықылас ес болса, келіп сөзде жазылып, қанша сағаттан оқытып, ол жерде жасына қарамай сөздер білім тілім алып сондай соны айтып көрді нақты. Соны сұрақ көрді. Ол жайдырған сұрақтың ол керек па дегенде. Спрос бар ма? Тіл орталығы Қазақстан тіл саясатын іске асырудың 23-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы бар. Соған сәйкес оқытады. Олар мысалы тек оқытып қоймайды, ол жерде түрлі іс-шаралар өткізеді. Ұлтым өзге болса да жаным қазақ деген тақырыпта, одан кейін сауатты жарнама деген бар. Кәсіпкерлік нысандарда тілдің дұрыс жазылуын солар барып түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Тек оларды тілдің заң талабына сәйкес солар жазылуын қамтамасыз етеді. Сұрақтарыңыз бар ма? Тұрып, құрметті депутат, тұрып сұрақ қойсаңдар. Кітапханалар жүйесі деген тұр ма? 244 бір кітапхана жоқ, жалпы Мақтарал ауданында кітапханалардың айлықтары бар. Ауданда бізде 17 кітапханалар бар. Бұлардың бәрі осы орталықтардан кітапханалар. Бұл жерде штат 56 штат бар. Бұл солардың жалғасы. Аудан бойынша. Аудан бойынша. 56 адамның жалақысы 226 миллион. Қырғали. Дегенмен жаңа айтып отырып, ер жарға айтарлықтай емес. Соның қазіргі действующий жиһандағы жаңағы смета жасайсыз ба, сметаны жасамайтын шығарсыз, экспертиза жасап алдағы жылға, Ержарда, Дихандағы ауылдық клубты осы қаңтар айында экспертиза береміз. Соның шыққандары жарамды ма жарамсыз соны жоқ. биыл бюджетіміздің құрамынан ремонтқа болса да жоқ сізге қаралу керек пе оған? Жоқ, оған экспертизаны өткізуге көп қаржы керек емес. Өзіміздің үнемдеген қаржылар өздерінің ішінде қаңтар айында апай жиі шығып тұрады да маған ремонтқа жаңа красқа анау деп сол жағынан экспертизаны өтіп мәселе шешілмейді дейді. Рахмет. Ереке, осы протоколды енгізіп, қадағалаңыз. Қаңтар айында неше уақытта жобасы экспертиза өтеді? Қаңтар айының соңына дейін бір айдың ішінде бітіп қалады. Яғни февральда болып қалады. Құрметті депутат, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жаңағы 56 қызметкер бар дедіңіз ғой, иә? Мұны қазіргі заманға, уақытқа сай кітапханаларға адамдардың келуі, қызығушылығы арттырып жатыр ма? Болмасам 56 штат ұстап отыру жерде қажеттілігі бар ма бұның? Қазір интернет бар, желіден керек нәрсеміз тауып аламыз, оқимыз деген дейді ғой. Енді кітапхананың тұрақты оқырмандары бар, ол жерге кітапхананың
кітап оқуға көптеген жастарды тарту мақсатында қызықтыру керек. иә, одан кейін әлеуметтік желілерде түрлі іс-шаралар өткізіп, одан кейін бұқаралық ақпарат құралдарында мақалалар беріп, кітапхана сондай жұмыс істедік. Соның нәтижесінде мынау облыста осы Мақтааралдың үздік ауданы кітапхана облыс бойынша сол жұмыстардың нәтижесі. Жаңағы бірінші сұраққа нақты жауап бермеңізді. Тілді дамыту бізге қажетті нәрсе ма? Мысалы қайсымыз болса да мынау өзбегіміз ұлты болсын, қай ұлт болсын. Мысалы қазақ тілінде, орыс тілінде 100% меңгереді. Ағылшын тілін үйрену керек болса, ол өзі көбісі специалистке жүгінеді. бармайды дейсің ғой. Мемлекеттік мекемеге барғандарын көріп жатқан жоқпыз ғой. Ол қажет нәрсе. Жауап беріңіз. Дамыту орталығы өте қажет. Ол басында ашқан кезде мысалы қазір осы бәріміз отырмыз. Микрофонның өзін жақсы. Микрофон беріңдер. Қазақ тілінің өзін сөйлейміз, жазамыз, бірақ нақты біле алмаймыз. Жылда қазтесттен жаңағы диктант алады, облыстан келіп специально. Бәрі біздің мамандарымыздан, басқалардан, жаңағы қатысушылардан соның өзінде өте қиындық тудырады. Қазақ тілін оқыту бірінші кезек керек. Ал мынау орыс тілдерін сөзсіз керек, білесіздер, қазақ тілі мен орыс тілі бірге жүреді. Ағылшын тілінің жаңағыдай әркім өзі кезде ғана оқып қалу емес, оның тілді білу адамдарымыздың санын көбейтуіміз керек. Себебі мына дүние жүзінде қандай жұмыс болмасын, құрылыс болсын, басқа болсын, көп мәселелер ағылшын тілінде жүреді. Сондықтан біз көбірек санын үйретуіміз керек. Ол өте қажет. Бірақ мұны неге мысалы халыққа бәріне жайлап тек қана мынау әкімшіліктер ғана үйрену керек болды ма? Жоқ, бүткіл халық бәріміз ғой. Оны жариялап, бәріне жария қылып, осындай бар организацияны жұмыс істету керек қой онда. Біз мысалы үшін депутаттар, сіздер сондай ұйым бар екен, білгендер жоқ осы жерде ше? Қазір 10 жылдың төңірегі болды. Айасқан Қалыбек ауылдық округінің әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асырылу жөніндегі есебі туралы сөз Айасқан Қалыбек ауылдық округінің әкімі Битимеров. Саламатсыз, құрметті бақтастарымыз, құрметті төраға. Қазір депутаттармен, әкімдермен тығыз өзіміз бәрі вопростарымыз, қандай сұрақтарымыз болса, оның бәрі талқыланып, бәрі шешілді. Бұл жерде кімнің қандай шешілмеген сұрақтары болса, соған тікелей өтейікші, әкімдердің бәрімен жауапқа көшейік. Иә. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса дауысқа саламын. Қалыс жоқ, қабылданды. Төртінші мәселе. Бесінші мәселе. Достық ауылдық округінің әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асыру жөніндегі есебі туралы сөз Достық ауылдық округінің әкімі Асауовқа. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз болса, болмаса дауысқа саламын. Қарсы, қалыс жоқ, қабылданды. Рахмет. Және де өздері талқылаған комиссияда барлығы. 6-шы мәселеге көтерілді. Жолдыбай ауылдық округі әкімінің өзіне жүктелген қызметтері мен міндеттерін іске асырылу жөніндегі есебі туралы сөз Жолдыбай ауылдық округі әкімі Сұлтанов. Бұл мәселеде сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса дауысқа саламын. Қабылданды. Рахмет. Жетінші мәселе Мақтаарал аудандық мәслихат төрағасының және тұрақты комиссиялардың 2025 жылғы қызметтері туралы есебі сөз Мақтаарал аудандық мәслихат аппарат басшысы Ержан Салиевке берілді. Бұдан 7, 8, 9-шы мәселе
10-шы мәселе. 1, 2, 3, 4 мәселе бар. Қадағеменді бір сұрақ. Енді мына жұмысыңызды білеміз, ерекер аппараттың жұмысын, істеп жатқан жұмыс. Сізде бірақ проблема болып тұр, мына штат мәселесін алып шешілмей жатыр. Енді сіздерді адам аз болса, вот сол айлық төлем, бюджет жаманымен 70 миллион деген бөлініп, не проблема? Жоқ, менде қазір сондай не болып тұр, біз 7 рет конкурс бердік бүгінгі таңда да. Сонымен әлі ол мемлекеттік қызметтің өзінің талаптары соған сәйкес келмейді. Екінші, сізге мына ұсыныс өткенде тағы қайталап отырмын. Біз жергілікті басқару жүйелерін басқару заңының 10-шы бабына қатты сақтайық та. Сіз оны білесіз. Кезек сессияны 10 күн бұрын жарияланып, 10 күн бұрын құжаттар берілу керек. Кезекті сессия 5 күн бұрын жарияланып, 3 күн бұрын құжат берілу керек. Сондықтан мынандай нәрсе болмауы керек. Сіз бағана айтып жатсыз, мына атқарушы биліктің адамдары кезінде документ дайындамаса, сессияны 3 күнге келіп қалдыңдар. Кейін сұрақ айтасыз, мына әкімдік адамдар дайындамады дейсіздер, олардың да сұрақсыз қосылғаннан бар. Жақсы көрдіңіз. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз болмаса, бір сұрағым. Ержан. Ұсынысым жаңағы, жоқ Ержанға емес, сол жаңағы ауылдағы күтпеген мәселе бойынша. Мынаны бекітіп алайықшы. Бұны қазір бекітсек бекітіліп өтіп кетеді да жаңағы кірмей қалады. Не айт? Не мәселе? Жаңа недегі Правдадағы жолаяқ. Үйге былтыр депутат болып сайланған уақытымызда 3 жыл болып жатыр дейміз. Болды, осыған істеп береміз, не қыламыз деп. Осы күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Құрметті депутат, бүгінгі сессияны жүргізу жөніндегі депутаттардан ескертпелер мен ұсыныстар бола ма? Ұсыныс болмаса сессияны жабық деп жариялаймын. Рахмет. Ау? Полиция всегда жасырады. Ұзақ тарс болған дұрыс. Сұрақтарды дұрыс. Әр азамат өзінің міндетін атқарып жазса, айтса, соның бәрін сіздерді сұрайды. Сол үшін бүгінгі сессияның жақсы таныстырылып өткеніне қуаныштымын. Енді айтайын біз жылды қорытындыладық. 2025 жыл жаман болмады. Неге десеңіз, өздеріңіз көрдіңіздер. Өз ауыл шаруашылығы болғаннан кейін кеше Қырыққабаттан бастап бақша деген мақтамыз бар. Өнім бәрі дұрыс болып, оның бағасы тұрақты болды. Соның ауа райының өзі қандай кешегіден бір мақта дақылын жинаған кезде тамшыламай бәріне мүмкіншілік беріп, содан 25 жылы, 2025 жылы жақсы қорытындылық деп ойлаймын. Енді өмір болғаннан кейін бәрін нәрсе болады арасында. Бірақ та бір нәрсе, біздің өздеріңіз депутат, біздің мемлекеттік қызметшілер, басқа мекеме ауыз жүрген елдің тыныштығымен осы 20-25 жыл шығарып салады. Кешеден 2026 жыл құда қаласа, әрқайсымыз адам өзі жоспарлайды ғой. Жылды қорытындайды, 2 жыл ондай жоспар бар, жоспар бәрі орындала берсін, арман мақсат бар, оған жете берейік. Ол үшін еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Әр көшеде отырған азаматымыз аман болып, Қазақстанның әлеуметтік дамуына өздеріңіз үлес қосып жатсыздар. Соған сәйкес ауызбіршілік болсын, еліміз тыныш болсын. Сол басқа еш нәрсе жоқ. Рахмет.